Құрметті оқушылар мен қадірлі ұстаздар, кітап адамзаттың ең асыл қазынасы. Ол үнсіз сөйлейді, бірақ ойды оятады. Сол себепті кітап тек қағаз емес, ұрпаққа қалатын рухани мұра. Осы мақсатта, осы аптада мектебімізде шын жүректен кітап сыйла атты челлендж ұйымдастырғалы отыр. Бұл біреуге кітап беру ғана емес, біліммен бөлісу, оймен бөлісу, болашаққа үлес қосу. Әр сыйланған кітап тек бір оқушының дүниетанымын кеңейтіп, бір арманның оянуына себеп болуы мүмкін. Сіз оқыған, жүрегіңізге әсер еткен, өміріңізде ізі қалған бір кітап басқа адам үшін де үлкен жаңалыққа айналуы мүмкін. Бұл челленджге оқушылар, ұстаздар, барлық кітап сүйер жандар қатыса алады. Кітапханаға немесе бір адамға кітап сыйлау арқылы сіз білімнің, ізгіліктің және рухани дамудың таралуына өз үлесіңізді қосасыз. Баршаңызды осы игі бастамадан тыс қалмай, шын жүректен кітап сыйлауға шақырамын.